Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге етті пирог дайындайтын боламыз. Ұнымызға 1 шай қасық тұз және де қопсытқыш қосып, сары майды қосып, қолымызбен үгілмелі қамыр дайындаймыз. Ұнымыз осылай шашыраңқы болып тұру керек. Қолмен араластырамыз. Енді үстінен бір жұмыртқаны жарып, және де қаймақ қосып, қамырымыз біріккенше илейміз. Сонымен қатар, құрметті оқырмандар, видео ұнаса, қазақша контенттің дамуына үлес қосып, жаңа шығатын видеоларды жіберіп алмау үшін каналыма тіркеліп алыңыз. Дайын болған қамырымызды тоңазытқышқа сала тұрамыз. Енді салмасына сиыр етінің фаршына ұнтақтап туралған жуа және картопты қосып, үстіне дәміне қарай тұз бұрышымызды қосамыз. Қолымызбен жақсылап араластырамыз, біркелкі қылып. Жақсылап араластырып алғаннан кейін тоңазытқыштан жаңағы қамырымызды аламыз. Қамырымызды 2 бөлшекке бөлеміз. Біреуін үлкен және кішкентай. Үлкен бөлшегі қамырымыздың, пирогымыздың астыңғы бөлігі, оны домалақтап алып, оқтаудың көмегімен жайып, шамамен 1 сантиметрдей болу керек. Қалыңдықта противенге пергамент қағазын төсеп, осы дайын болған қамырымызды қағазымыздың бетіне қоямыз. Және де дайындаған салмамызды қамырымыздың үстіне салып, біркелкі етіп, қасықтың көмегімен жайып шығамыз. Тегістеп жаямыз. Енді екінші қамырымызды да дәл солай оқтаудың көмегімен жайып, пышақпен осындай узорлар салып кесіп шығамыз. Біздің салмамыз, фаршымыз әдемі болып, ауа кіріп пісіп шығу үшін. Жақсылап пісу үшін енді бетіне жайып, 2 қамырымызды осылай айқастырып, жабыстырып шығамыз. Және де жабыстырып шыққаннан кейін әдемі болып көріну үшін осылай шымшып, узор жасап шығамыз, өріп шеттерін. Мінекей, осылай видеода көрсетілгенде жасап шықсаңыз болады. 1 жұмыртқаның сарысына сүт қосып, кесочканың көмегімен бетіне әдемілеп жағып шығамыз. Барлық жеріне тигізіп жағып шығамыз осылай. Мінекей, пирогымыз өте әдемі, узоры, бетіндегі тіліктері дәл солай күшті болып көрініп тұр. Және де әдемілікке және дәм беру үшін кунжуттың қарасы мен ақ кунжутты септім осылай әдемі қылып. 180 градуста қызып тұрған пешке 40-45 минутта қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей, біздің етті пирогымыз әп-әдемі болып пісіп шықты. Дәмі өте керемет. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Жансая. Келесі кездескенше сау болыңыздар.